Цистит – бұл қуықтың шырышты қабығының қабынуы кезінде пайда болатын жағдай. Көбінесе цистит бактериялық инфекциядан туындайды. Бұл жағдайда цистит зәр шығару жолдарының инфекциясы деп аталады. Цистит – бұл өте жиі кездесетін ауру, әлемдегі әрбір екінші әйелде кем дегенде бір рет кездеседі. Клиникалық көрінісінің ерекшеліктері бойынша циститтің екі нұсқасы бар: жедел және созылмалы. Жедел цистит әдетте кенеттен басталады. Созылмалы цистит толқынды жүреді, аурудың өршу кезеңдері ремиссиямен ауысады. Қабынудың себебіне байланысты цистит инфекциялық немесе инфекциялық емес болуы мүмкін. Инфекциялық цистит бактериялар қуыққа еніп қабынуды тудырған кезде пайда болады. Әдетте адам денесі зәр шығару кезінде бактерияларды табиғи түрде шығарады, бірақ кейде олар уретраның немесе қуықтың қабырғасына енеді немесе тез көбейеді, сондықтан олардың бір бөлігі қуықта қалып қояды. Инфекциялық емес цистит сирек кездеседі. Қарапайым зәр шығару жолдарының инфекциясы немесе қарапайым цистит әрдайым дерлік антибиотиктермен оңай емделеді. Бірақ циститтің кейбір инфекциялары күрделі болуы мүмкін. Мысалы, ерлерде пайда болатын немесе катетер орналастырылған жағдайларда, немесе зәр шығару жолдарының құрылымдық ауытқуы болған кезде пайда болатын инфекциялар. Қауіп-қатер факторлары. Әйелдер ерлерге қарағанда циститке бейім, өйткені олардың анусына уретрасы жақын әрі қысқа. Бұл бактериялардың қуыққа енуін жеңілдетеді. Сонымен қатар циститтің басқа да қауіп факторлары бар. Оларға мыналар жатады: әйелдердегі жүктілік пен менопауза кезіндегі гормоналды өзгерістер. Еркектерде қуық асты безінің ұлғаюы, уретраның тарылуы немесе зәрдің ағуына кедергі келтіретін кез келген жағдай. Медициналық манипуляциялар кезінде қуық шырышты қабығының конкременттермен немесе құралдармен механикалық жарақаттары. Шектің ұстамауы. Егде жас және тиісті күтімнің болмауы. Қуықты толығымен босату проблемалары. Ұзақ уақыт бойы қозғалыстың болмауы. Гипотермия. Қант диабеті, АИДС және қатерлі ісікті емдеу сияқты жағдайларға байланысты әлсіреген иммундық жүйе қуықтың бактериялық және вирустық инфекцияларының қаупін арттырады. Шектің ұстамауы. Егде жас және тиісті күтімнің болмауы. Қуықты толығымен босату проблемалары. Ұзақ уақыт бойы қозғалыстың болмауы. Гипотермия. Қант диабеті, АИДС және қатерлі ісікті емдеу сияқты жағдайларға байланысты әлсіреген иммундық жүйе қуықтың бактериялық және вирустық инфекцияларының қаупін арттырады. Циститке қалай диагноз қойылады? Циститті диагностикалау үшін уролог дәрігер симптомдар мен ауру тарихы туралы сұрайды. Физикалық тексеруден өткізеді және бактериялардың қанның немесе іріңнің бар жоғын білу үшін зәр анализін тағайындайды. Егер қайталанған инфекция анықталған болса, дәрігер тексеруге жібере алады. Зәр шығару жолдарын тексеруге және аурудың белгілерін анықтауға арналған цистоскопия. Ол үшін камерасы бекітілген жұқа түтік уретраға енгізіледі. Ісік немесе құрылымдық аномалия сияқты қабынудың сирек себептерін анықтау үшін ультрадыбыстық немесе рентген сәулелері. Циститтің болжамы. Цистит әдетте антибиотиктермен емдеуден кейін ешқандай асқыну тудырмай өтеді. Циститтің ұзақтығы. Егер бұл циститтің алғашқы эпизоды болса, антибиотиктер курсы басталғаннан кейін симптомдар тез жақсаруы мүмкін. Дегенмен емге төзімді инфекцияны жұқтырып алмау үшін дәрігердің нұсқауы бойынша антибиотиктерді қабылдауды жалғастыру өте маңызды. Бұл антибиотиктерге және инфекция түріне байланысты 3-тен 14 күнге дейін созылуы мүмкін. Циститтің алдын алу. Келесі кеңестер пайдалы болуы мүмкін. Интимдік гигиенаны сақтаңыз, жұмсақ гипоаллергенді сабын қолданыңыз. Несеп жыныс жүйесінің ауруларын уақытылы емдеу. Тәулігіне жеткілікті сұйықтық ішіңіз. Жеткілікті ұйықтау және стресстен аулақ болу арқылы иммундық жүйеңізді күшейтіңіз. Мақтадан жасалған іш киім киіңіз, суықтан аулақ болуға тырысыңыз. Циститтің асқынуы. Егер емделмеген болса, цистит бүйректе инфекцияның дамуына әкелуі мүмкін. Егде жастағы адамдар мен балалар бүйректің зақымдалуына ең осал келеді, өйткені олардың белгілері назардан тыс қалуы мүмкін. Циститтің симптомдары.
Циститтің белгілері негізінен оның әр түріне байланысты. Жіті циститте кіші дәретке отырғысы келу қажеті пайда болады. Ол әр 20-40 минутта қайталанады және іштің төменгі жағы ауырады. Зәр шығару өте ауыр және қиын болады. Осындай ауруда рефлекторлық жиырылу зәр шығатын түтігін жабады. Зәрдің түрі өзгереді, дененің қызуы көтеріледі, организмде дімкәстік пайда болады. Созылмалы цистит онша білінбейді, тек кіші дәретке отырғысы келе береді. Созылмалы цистит асқынған кезде жіті циститтің симптомы пайда болады. Циститті емдеу. Циститпен ауырғандарды ауруханаға жатқызу керек, болмаса үйде төсекке жатқызып емдеу қажет. Оларға жылу және сұйықты көп ішу керек. Ондай аурулардың ішетін тамағының құрамында ащы және тұзды тағамдар, қыша, тұздық, редис, сарымсақ, саумалдық, тұздалған заттар болмау керек. Алкогольді ішімдікті тоқтату керек. Зәр жүргізетін дәрілерді тағайындау керек, ауырғанды басу үшін жылы ванна қабылдау керек. Ношпа, папаверинді қабылдауға болады. Дәрігердің тағайындаған емін бұлжытпай орындау керек. Созылмалы циститті емдеу кезінде басқа аурулардан құтылу жолын қарастыру керек, зәр жүру жағдайын дұрыстау қажет. Толықтай тексеруден өтіп, аурудың қандай жұқпадан басталғанын анықтау қажет. Емді, зәрді тексергеннен кейін, қандай бактерияның бар екенін анықтағаннан кейін жүргізу керек.